негізі мен ортаға салайын деп отырған мынандай мәселе. Қала деген бұл енді қалай десеңіз де ауылдан жоғары тұрады. Кешіңіздер. Өйткені қалада бір стартап жасасаң да, дәрігерге барсаң да, бірдеме үйренем десең де, спорттан болсын, неден болсын, лезде ғана қасындағы көшеден табыла қояды сізге керек адам. Ауылда ондай жоқ енді ол мүмкіншіліктер. Мақсатымыз ауылды дәріптеп, осылай жоғары көтеріп, осындай әдемі сөздерді айту емес, біз ауылды қаланың деңгейіне көтеруіміз керек. Қаланың жастарында қандай мүмкіншіліктері бар, сол ауылдың жастарында да сондай мүмкіншіліктер болу керек деп ойлаймын. Марғана, сөз өзіңізге, қысқаша ғана өзіңізді таныстырып, сосын өзіңіздің ойыңызды бөлісіңіз. Рахмет сізге. Мен енді ана ретінде, әже ретінде, зейнеткер мұғалім ретінде өзімнің пікірімді білдірейін деп жатырмын. Қанекей, сізге рахмет. Біріншіден, расында да мен бір жүйеге келтіріп, бір жағынан ойымды осы қала мен дала туралы дайындалып келдім. Сол сіз дұрыс айтасыз, мына қала мен даланы бір-біріне қарама қарсы қоймай, арасын жақындату деп ойлаймын. Сіздің мына қазіргі қадамдарыңыз осы партияға кіріп, осы сайлауға қатысқан құтты болсын. Өйткені сіз сияқты адамдар көбірек болса, бір орыннан қозғаламы деп ойлаймын. Сол айта берсе, ауылда қордаланып қалған мәселелер өте көп әрине. Онда су жоқ, жол жоқ, свет жоқ дегендей да. Бірақ мен бүгін осы қала мен ауылдың балалар туралы, жастары туралы, болашағымыз енді. Ауылда енді бар, қазір не бар, сонымен қалды ғой, енді ары қарай қалай алға жылжу керек. Сол мені салыстырмалы түрде өзім бір график сияқты жасап алдым. Мені қала мен даланың жастары дейік. Мына қаланың жастары біріншіден өте тәрбиелі. Мен сізбен келісемін, расында да олар қазақи тәрбиеден жұрда емес. Мен өзім немеремнің алды қазір 18-ге келді. Атыраудан, Астанадан достары келеді. Мен солармен салыстырып отырғанда қазақи тәрбиеден олар ада емес. Сонымен қатар олар міне заманауи европалық үлгіде тәрбие алған балалар. Міне плюсы біріншіден. Екіншіден, қаланың балалары өте білімді. Өйткені оларға бүкіл источниктер дейміз ғой, мысалы кітапханалар, кітаптар, музейлер, концерт залдары бәрі оларға қол жетімді. Содан кейін үшіншіден, қаланың балаларын ерекшелендіретіні олардың мақсаты биік. Алдана биік мақсат қоя алады. Төртінші, қаланың балалары, жастары бәсекеге халықаралық деңгейде конкурентоспособны дейміз ғой, да, деңгейде қабілетті. Бесіншіден, қаланың жастарының мүмкіндіктері мол, халықаралық деңгейдегі додаларға неше түрлі қатысуға. Алтыншыдан, шетел тілдерін үйренуге мүмкіндіктері өте көп. Және де қаланың жастарының орта бар. Шетел тілін үйренуге жастардың орта бар, мүмкіншіліктері көбірек. Ал жетіншіден, тек бір ғана минус деп қойдым. Қаланың жастарында жоқ нәрсе ауылдың жастарынан қарағанда. Оларда күндегі физикалық дайындық, іс-қимыл, қаласа олар әрине неше түрлі спорт залдарға бара алады, бірақ бір ғана минус таптым мен осы қаланың жастарынан. Енді даланың жастарына келсек, біріншіден тәрбиелі, бірақ тәрбиесі тек қазақи тәрбие. Европалық тәрбиеден алшақтау даланың жастары. Мына музей, концерт залдары, анау-мынау қазір әсіресе онлайн оқуға келгелі, біресе свет жоқ, біресе интернет жоқ. Білім деңгейлері төмендеп баратыр. Онсыз да төмен, білім деңгейлері төмендеп баратыр. Үшіншіден, мына жаңа қаланың жастары дедік, биік мақсат қоя алады деп. Біздің жастарымыз, ауылдағы жастар, олай биік мақсат қоя алмайды. Өйткені, енді арасында әрине академик Жұмаділдаев сияқтылар бар әрине.
ұмтылам, жетем дегендері. Бірақ сол мақсаттары төмендеу. Егер ондай болмаса, біздің жастар, ауылдан келген жастар тачка тасып жүрмес еді, мысалы, да. Содан кейін төртіншіден бәсекеге қабілеттігі төмен. Өйткені бәсекеге қабілеті оның бәрі мына біріншіден, екіншіден білімнің саяздығынан болып келеді. Тек ауылдың жастарының бір артықшылығы ол жігер қайраты мол, физикалық жағынан құмда өскен қарағаш секілді енді тырмысып сол деп қойдым. Міне сонда мен өзім мына жерде айттым ғой, бір не жасап алдым, сонда міне қаланың жастарында плюсы 5, минусы 1 жаңағы физикалық жағынан деп. Ал ауылдың жастары плюсы 2 ғана, міне қазақша тәрбиесі мен физикалық жағынан. Қалғандарының бәрі міне минус дедім. Міне білім деңгейі. Сіздер барлықтарыңыз интернеттен көрген шығарсыздар, ана ауылда балалардың бір құмның үстіне шығып, тастың үстіне шығып, сарайдың төбесіне шығып оқып атқаны. Әрине, ынта деген өте көп ауылдың жастарында, бірақ мүмкіншілік аз. Олар жаңағы, егер интернет жақсы болса, егер сол желілердің бәрі жұмыс істесе, олар онлайн, биыл біз өзіміз қалай болдық, онлайн музейге бардық, онлайн концерттерге қатыстық, оларда да сондай мүмкіншілік болатын еді. Сонда олар, егер білім деңгейі жоғарылаған жағдайда, жаңағы олар жоғары мақсатта қоя алады. Бәсекеге қабілеттілігі де артады, мүмкіндіктері де көбейеді. Шет тілдерін оқуға мүмкіндіктері көбейеді. Міне, білімсіздік жаңағы жұмыссыздыққа алып келеді, мәдениеттің төмендеуіне алып келеді. Олар қалаға келеді, Европа жағынан тәрбиесі жоқ болғаннан кейін, жаңағы сіз айтқандай көшеде айқайласып, үйтіп, сол бәрібір енді ар жағында бір намыс бар, бірақ оны қалай іске асыруды білмейді, сонымен төбелес анау-мынау сонымен барып шектеледі. Сол мен ойлаймын, мына жұмыс орындарын көбейтсе, қолөнерді дамытса, аудандарда профтехучилищелер көбейтсе, жаңа мамандықтарға бейімдесе, сонда қазақтың баласы қалаға келіп тек тачка тасымай, ана аудан орталығының өзінде неге СТО-да жұмыс істемеске, неге мына тоңазытқыш, ана үй тұрмыстық техникаларын жөндеуді, теледидарды, барлық жерде теледидар бар, басқа болмаса да теледидарлар бар. Соны жөндеуге сондай мамандықты игермеске деп мен өзім ойлаймын да. Сол айтайын дегенім осы, сізге тағы да сөз соңында Қанат Ғалымұлы, көп рахмет. Мен осыны былай шет жағын ойласам да, сіз былай адамды ұйымдастыра аласыз да. Мен соны ойлап, сол бүгін отырып, жай мен ойлағам, мына интернеттен көресің де, жаның ашиды, ауылға жиі барамын. Мына қаланың жастарының арасында жүрмін. Ауылдағы жастарды көремін, ішім ашиды, сіз де ішіңіз ашиды, әр қазақтың жаны ашиды. Менің енді айтам ғой, мен саясаткер емеспін, мен жай анамын, әжемін, сондықтан менің пікірім осылай, қала мен даланың жастары туралы. Ар жағындағы экономика, онда ешнәрсе айта алмаймын мен. Сол рахмет тыңдағандарыңызға.